Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тіліндегі өте жиі шатастыратын екі сөзді үйренетін боламыз. Unable және enable. Екеуі де жазылуы ұқсас, бірақ мағыналары мүлде басқа. Осы видеодан кейін сен оларды ешқашан шатастырмайтын боласың. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпа. Алдымен unable сөзінен бастайық. Unable дегеніміз бір нәрсені істей алмау, мүмкіндігі болмау. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, егер сен бір нәрсені жасай алмасаң, unable қолданасың. Формуласына назар аударайық. Be plus unable plus to plus verb. Мұндағы be дегеніміз бұл to be етістіктері. Am, is, are, was, were немесе will. Ал verb дегеніміз бұл етістік. Мысалдар құрап көрейік. Бірінші, I am unable to come today. Мен бүгін келе алмаймын. To be етістігінің орнында am, ал етістіктің орнында come тұр. Келесі мысал. She is unable to speak English well. Ол ағылшынша жақсы сөйлей алмайды. To be етістігінің орнында is, ал етістіктің орнында speak тұр. Келесі мысал. We were unable to find the address. Біз мекенжайды таба алмадық. To be етістігінің орнында were, ал етістіктің орнында find сөзі тұр. Келесі. He is unable to walk. Ол жүре алмайды. To be етістігінің орнында is, ал verb, яғни етістіктің орнында walk сөзі тұр. Able деген істей алады, unable деген істей алмайды. Яғни un приставкасы жоқ, емес деген мағыналарды білдіреді. Енді екінші сөз enable. Мүмкіндік беру, жағдай жасау, рұқсат ету дегенді білдіреді. Яғни біреу басқа адамға бір нәрсе істеуге мүмкіндік берсе, enable қолданамыз. Формуласына қарайық. Enable plus someone plus to plus verb. Мысалдар құрап көрейік. This app enables me to learn English. Бұл сөйлемде someone рөлінде me есімдігі тұр. Бұл қосымша маған ағылшын үйренуге мүмкіндік береді. Келесі мысал. Money enables people to travel. Someone рөлінде people сөзі тұр. Ақша адамдарға саяхаттауға мүмкіндік береді. Келесі мысал. The teacher enables students to ask questions. Someone рөлінде students сөзі тұр. Мұғалім оқушыларға сұрақ қоюға мүмкіндік берді. Енді екеуін бірге салыстырып көрейік. Бірінші мысалға қарайық. I'm unable to drive. Мен көлік жүргізе алмаймын. Екінші мысалға қарайық. My father enabled me to drive. Әкем маған көлік жүргізуге рұқсат берді, немесе мүмкіндік берді. Unable өзің жасай алмайсың, ал enable сөзінде біреу саған мүмкіндік немесе рұқсат береді. Күнделікті өмірден мысалдар келтіріп көрейік. Бірінші, bad internet made me unable to work. Нашар интернет маған жұмыс істеуге мүмкіндік бермеді. Ал енді екінші мысал. Good internet enabled me to work online. Жақсы интернет маған онлайн жұмыс істеуге мүмкіндік берді. Un дегеніміз жоқ немесе емес деген мағынаны білдіреді. Ал n деген приставка жағдай жасау немесе мүмкіндік беру деген мағыналарды білдіреді. Енді осы тапсырмаларды орындап көріңіз. Сөйлемнің мағынасына мұқият назар аударып, unable мен enable сөздерінің қайсысы дұрыс келетінін анықтаңыз. Жауаптарыңызды пікірге жазып кетсеңіздер, тексеріп, кері байланыс беретін боламын. Сонымен қорытындылайтын болсақ, unable істей алмау, enable мүмкіндік беру немесе рұқсат беру деген мағыналарды білдіреді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы болып тұр. Егер видео сабақ сізге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ағылшын тілінен сізге қиын болып жүрген тақырыптар немесе сөздер болса, пікірге жазып кетіңіз. Келесі видеоларда міндетті түрде талдап, бірге үйренетін боламыз. Қазірше сау болыңыздар, келесі сабақта көріскенше.